Егер бала тіл алмай, айтқанды тыңдамай жатса, бұл оның мінезіне, жас ерекшелігіне және ата-анамен қарым-қатынасына байланысты болуы мүмкін. Мұндай жағдайда ашуланбай, мәселенің түп төркінін түсініп, дұрыс әдіс қолдану маңызды. Бір бала неліктен тыңдамайды? Назар аударғысы келеді. Егер ата-ана балаға жеткілікті көңіл бөлмесе, ол қасақана тыңдамау арқылы назар аудартқысы келеді. Шектеулерге қарсылық. Кейбір балалар тым қатал тәртіпке көнгісі келмей, өз еркіндігін көрсеткісі келеді. Өзін тұлға ретінде сезінуі. Балалар белгілі бір жастан бастап өз бетінше шешім қабылдауға талпынады. Ата-ананың сөзі мен ісі сәйкес келмеуі. Егер ата-ана өзі орындамайтын ережелерді талап етсе, бала оны мойындамауы мүмкін. Екі бала тіл алғыш болу үшін не істеу керек? 1. Байсалды сөйлеу. Баланы жазғырып айқайлаудың орнына сабырлы да анық дауыспен түсіндіру керек. Баланың орнына өзіңізді қойып көріңіз. 2. Себебін түсіндіру. Болмайды деп шорт кесіп айтудың орнына, бұл сен үшін қауіпті себебі деп түсіндірген жөн. Бала тыйымның мәнін түсінсе, оны қабылдауы оңайырақ болады. 3. Балаға таңдау құқығын беру. Кейде баланы тіл алғыш ету үшін оған таңдау еркіндігін беру керек. Мысалы, қызыл жемпірді киесің бе, әлде көкті ме деп сұрау арқылы, ол өзін маңызды сезінеді және ерегісуді қойып шешім қабылдайды. 4. Жазалау емес, салдарын көрсету. Егер бала бірдеңе бүлдірсе, оны жазалаудың орнына салдарын түсіндіру керек. Мысалы, ойыншықты сындырса, жаңасын алып бермейтінін айту. Сонда бала іс-әрекетінің жауапкершілігін сезінеді. 5. Мадақтау және ынталандыру. Бала бірдеңені дұрыс жасаса, оны міндетті түрде мадақтау керек. Бұл оны жақсы істерге ынталандырады. 6. Өзіңіз үлгі болыңыз. Бала ата-анасының іс-әрекетін қайталайды. Егер ата-ана баласымен сыпайы сөйлесіп, уәдесін орындаса, бала да солай жасайды. 3. Егер бала бәрібір тыңдамаса. Сабыр сақтау маңызды. Балаға ашуланып айқайлау кері әсер береді. Жазалауға асықпау керек. Физикалық жаза баланы қорқыныш арқылы тыңдауға мәжбүрлейді, бірақ бұл оның мінез құлқын жақсартпайды. Балаға деген сүйіспеншілікті әрдайым көрсету керек. Ол өзін жақсы көретінін сезінсе, ата-анасына сеніп тіл алғыш бола бастайды. Қорытынды. Бала әрдайым тыңдау үшін оған құрметпен қарап, оның пікірін ескеріп, түсіністік таныту қажет. Тәрбиенің басты қағидасы сенім мен махаббат.